Ұстаз мектептің жүрегі. Алталаштың басы қосылса, төр мұғалімдікі дегендей, ұстаздардың құрметі ерекше. Солардың бірі Мұсаева Үміткүл Ерсайынқызы. Мұсаева Үміткүл Ерсайынқызы 1949 жылы Іле ауданындағы Жаңадәуір ауылында дүниеге келген. Ол 1968 жылы қазіргі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша оқуға түскен. 1974 жылы Іле ауданының Жаңадәуір ауылында номері 5 мектеп жанындағы мектеп-интернатына тәрбиеші болып жұмысқа тұрған. Қазақ және орыс сыныптарына қазақ тілінен дәріс берген. Ондағы мақсаты мемлекеттік тілді таныту, ауызекі сөйлей білуге баулу, салт дәстүрлерді үйрету. Ұстаз болудағы басты мақсаты оқушыларды сыпайылыққа, сауаттылыққа, имандылыққа, тазалыққа, қамқорлыққа тәрбиелеу. 1968 жылы алғашқы алған сыныбы 40 жылдан соң сабақ берген мұғалімдерін еске алып, Жаңадәуір ауылында номері 5 мектепте кездесу кешін ұйымдастырды. Олар мамандықтарымен таныстырып, ұстазға ақ тілектерін жаудырды. Әрқайсының отбасымен таныстырып, мамандығымен таныстырып, жетістіктерін атап өтті. Шәкірттерінің қызметі, жетістіктері ұстаз үмітінің ақталғаны демекші, Үміткүл Ерсайынқызы да өз шәкірттерінің бүгінгі жетістіктеріне дән риза. Үміткүл Ерсайынқызы жеткіншектерге дәстүрді жаңарту және мәдени-рухани тәрбие бергені, сапалы білім бергені үшін еңбек ардагері медалімен марапатталған. 1970-1990 жылғы тәрбиеленушілер ұсынысымен мектеп ұжымында оқушыларды тәрбиелеудегі орасан зор еңбегі үшін Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ана жүрегі медалімен марапатталған. Біріншіден күніндегі соңға қоңыраумен өз ұстаздарымды және шәкірттерімді есіме аламын. Еліміздегі барша ұстаздарды мұғалімдер күнімен құттықтаймын. Дайындаған Жанғазы Ақиқат, Молдабекова Жазира.